Рахмет, құрметті Маулен Сағатханұлы. Менің сұрағым жоғары сот кеңесінің өкіліне бағытталады. Негізінде Қазақстан Республикасының жоғары сот кеңесі туралы заңының 13-ші бабының 3-ші тармағына сәйкес бұрын кемінде 5 жыл тұрақты судья болып жұмыс істеген және қызметтен босатылған күннен бастап 4 жыл ішінде судья лауазымына қайтадан орналасуға ниет білдірген адамдар біліктілік емтихан тапсырудан босатылады делінген. Бұған қоса осы баптың 4-ші тармағына сәйкес жоғары сот жанындағы сот төрелігі академиясының түлектері оқуды бітірген күннен бастап 4 жыл бойы біліктілік емтихан тапсырудан босатылады екен. Енді менің ойымша бұл біліктілік емтиханын тапсырудан босатудың белгіленген 4 жылдық мерзімін қайта қарау керек сияқты. Өйткені біздің елімізде өздеріңізге белгілі мынау құқықтық жүйе үнемі жетілдіріліп, сонымен қатар жаңартылып отырады. Жалпы орташа есеп көрсеткішпен алатын болсақ, біздің елімізде жыл сайын 100-ге жуық заңдар қабылданады. Яғни менің ойымша бұл жерде біліктілік емтиханын тапсырудан босатылғандықтар сот төрелігін жүзеге асыру кезінде жаңа заңнамалық нормаларды дұрыс қолданудан айтарлықтай артта қалады деп мен ойлаймын. Енді осыған байланысты менде бір орынды сұрақ туындап отыр. Негізінде қазір жоғары сот кеңесімен осы біліктілік емтихандарын тапсырудан 4 жылдық мерзімін 2 немесе 3 жылға дейін қысқарту мәселесі қарастырылып жатыр ма сіздерде? Рахмет. Қазақстан Республикасы жоғарғы сот кеңесі жанындағы сот жюриінің төрағасы Қасымов Ақылтай Ахметжанұлы, жауап берсеңіз. Рахмет. Геннадий Геннадьевич, сұрағыңыз түсінікті. Рахмет. Бұл сұраққа келесі жауап беруге рұқсат етіңіздер. Құрметті Геннадий Геннадьевич, сіз айтқан 4 жыл мерзім ол бүгінгі күні көп уақыттан зерттеліп танылған. Бұрын біз тарихты алсақ, бұл мерзім көбірек болатынды. Мұнаға айтылғандай, осыны жан-жақтан зерттеп, 4 жылды жоғары сот кеңесі тұжырым ретінде пайдаланып жүр. Себебі не? Осы 4 жылдың ішінде сіз айтқандай заңдар өзгереді, бірақ та сол сотқа кандидаттардың ішіндегі жүрген азаматтар, олар күнделік жұмысында осы заңмен жұмыс жасап жүр. Одар сырттан келген азаматтар емес. Мысалы, адвокаттар болсын, құқық органдарының қызметкерлері болсын, сот саласының қызметкерлері болса да, одар осы заңмен күнделік жұмыс істеп жүр. Одар заңнан тыс жүрген азаматтар емес. Екінші, әлемдік тәжірибені алсақ, біз өркендеген елдердің тәжірибесінде тағы да зерттедік. Онда бұндай мерзім көрсетілмеген негізі. Бізде бұрын көрсетілмеген еді. Біз соңғы кезде 4 жыл, 5 жыл деген жаңа соттар тексеретін уақытты алдық. Біздің ойымызша осы 4 жыл негізгі нақты көрсеткіш ретінде пайдалануға мүмкіншілік береді. Оны бүгін 3 жылма, 2 жылға ауыстырғанда сол жердің айырмашылығын біз көріп отқан жоқпыз. Сол себептен бүгінгі күнде осы 4 жыл деген мерзімді біз анықтап отырмыз, осы бағытты ұстап отырмыз. Тағы да айтайын дегенім, мынау күнделікті жұмыс істеп жүрген судьялардың, олардың 5 жылдан кейін жұмысын тағы да тексеріледі. Соның ішінде оларда өзінің білімділігін, біліктілігін анықтап шығады. Сол себептен 4 жыл, 5 жыл деген біздің ойымызша жақсы бір ретінде пайдаланатындай уақыт деп есептеледі. Сол себептен жоғары сот кеңесінің бағдарламасында бұл мәселені өзгерту деген қазір туындап отқан жоқ. Рахмет.